Сәкен Сейфуллин 1894 жылы Жаңарқа ауданында, ал әкесі Сейфулла Ортаудағы Қарашілік деген қыстақта дүниеге келген. Сейфулла 19 жасында Алсай Ақбұрат Шамбайдың қызы Жамалға үйленеді. Жамал Сейфулладан 1 жас үлкен екен. Сәкен бала кезінен ел аузындағы батырлар жырын, даналық сөздерді құмарта тыңдап, көңіліне түйіп өседі. Ол үйде жүріп, әкесінен ауыл молдасы Ағашаяқтан арабша хат таныған. 1909-1911 жылдары Ақмоладағы орыс мектебінде, 1913-1916 жылдар аралығында Омбыдағы мұғалімдік семинарияда оқып, білім алады. Сәкен Сейфуллиннің қазақ елінің көгінде әдебиет саласында жарқ етіп көрінуіне сол 20 ғасыр басында қазақ жұртының күрес пен білімді мұрат еткендігі әсер етті. Белгілі ақын, әнші, күйшілер Сәкен Сейфуллиннің жақын досы, қасында қатар жүрер серігі болған. Сәкен Сейфуллин 1917 жылы күзде Ақмолада ұйымдасқан Совдептің президиум мүшесі, Ақмола уезіндегі ағарту ісінің комиссары болып сайланады. Колчак талқандалғаннан кейін 1920 жылдың мамырында елге қайта оралған Сәкен Ақмола уездік атқару комитеті төрағасының орынбасары және іс басқару бөлімінің меңгерушісі қызметіне тағайындалады. 1920 жылы жазда ол бүкіл қазақ өлкесін басқаратын ревкомның құрамына сайланады. 1920 жылы 12 қазанда орталық атқару комитетінің президиум мүшесі болып сайланады. 1922 жылы жазға қарай еңбекші қазақ газетінің редакторы, оқу халық комиссарының орынбасары болып тағайындалады. Сәкен 1922 жылы желтоқсанда 3-ші кеңестер съезінде халық комиссарлары кеңесінің төрағасы болып сайланады. Бұл қызметте 1924 жылдың күзіне дейін болған. Сәкен 1925-28 жылдары Қызылордада халық ағарту институтында, 1928-1929 жылдары Ташкент педагогикалық институтында, 1930-37 жылдары Алматыдағы Абай атындағы педагогикалық институтта қазақ әдебиеті тарихынан сабақ береді. Қай қызметте болмасын, тек қана әділдік, туралық жолында күреседі. Үлкен жүректі айбынды Сәкен 1935 жылдары алғаш жоспарланғанда Жезқазғанға дейінгі темір жолының Нілді жерінен өтуіне күш салысқан. 1928 жылы күзде Асанқайғы ауданы құрылып, 1929 жылы Ақмолада кездескен ел адамдарына Сәкеннің «Осы қашанғы қайғылана береміз, Асанқайғы демей Жаңарқа деп неге атамадыңдар?» деп ауданға жаңаша ат қойып, оны бекіттіріп бергені де белгілі. Сәкен елдің хабарын біліп, жерлестеріне қолдау жасауға сөзсіз кіріседі екен. Жаңарқа ауданының 1 жылдығы қарсаңында мұнда Жаңарқа газетінің шығуына Сәкен ақыл кеңес беріпті. 1957 жылы 21 наурызында толық ақталғаннан кейін Сәкен Сейфуллин есімі қайра жарқ етіп, оның сұлу бейнесімен көмкерілген кітаптары елдің көңілін бірден жалт қаратты. Сәкен Сейфуллин көркем әдебиеттің әртүрлі жанр саласында қалам тартқан. Туған халқы үшін қан кешіп, саналы өмірін ел жұрты үшін күреспен өткізген сыршыл сезімді ақын 1937 жылы зұлмат құрбанына айналып, НКВД мекемесі үй ішін тінтіп, құжаттар, жеке кітапханасын, үй мүлкін тәркілеп тартып алады. 1937 жылдың 27 қыркүйегінде халық жауы ретінде партия қатарынан шығарылады. Айыпты деп танылып, қылмысты жазаның ең ауыры ату жазасына кесіледі. Үкім 1938 жылдың 25 ақпанында жүзеге асырылады. Сталин қайтыс болған соң 1956 жылдан бастап жазықсыз жапа шеккендерді жаппай ақтау науқаны басталғанда, інісі Мәжит пен жұбайы Гүлбахрамның өтініші бойынша 1956 жылдың 21 наурызында КСРО жоғарғы сотының әскери коллегиясы Сәкен Сейфуллинді толық ақтайды. Сәкен Сейфуллин ақталғаннан кейін Сәкен дүниеге келген Жаңарқа ауданында Сәкен есімі көшелер мен елді мекендерге, мекемелерге көптеп беріліп, ескерткіштері мен саябақ бой көтерді.